Салем, достар! Вы смотрите NAS News. Главные новости из мира Назарбаев интеллектуальной школы. Сіздермен бірге мен Дәулет және Аружан. Бүгін біз оқушыларымыздың ұлттық дәстүрлерімізді ұлықтап, олимпиадалар шыңдарын қалай бағындырып жатқан туралы айтатын боламыз. Жақсы жаңалықтан бастайық. Қостанайдағы Назарбаев зияткерлік мектебінің еріктілері отбасылық үлгідегі жанұя балалар ауылы мен Қостанайдағы бейімдеу және отбасына қолдау орталығына барды. Они провели традиционные казахские игры, такие как асық ату, арқан тарту, а также научили играть детей на домбре. Именно такие моменты делают наш мир намного светлее. Көрісу күні. Жақсы сөзбен жүрек жарды тілек айтатын шуақты күн. Бұл күні Алматы қаласы және Шымкент қаласындағы химия-биология бағытындағы мектеп оқушылары, физика-математика бағытындағы мектептерге көрісуге барды. А в Астане этот день объединил 3 школы – NSIB, NS физико-математическое направление, а также международную школу. Қазіргі уақытта көрісу күні ұлттың бірегей болмысын көрсетіп, еліміздің рухани байлығының символына айналды. Жастар үлкендерге сәлем беріп, батасын алады. Көрісу күнін ауызбіршілікті нығайтатын күн деуге болады. А теперь о впечатляющих победах. Знаешь, наши ученики вновь смогли доказать высокий уровень подготовки, завоевав 5 серебряных и 6 бронзовых медалей на 2 престижных олимпиадах – Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиаде и Международной олимпиаде «Шелковый путь». Ал осы күміс медаль алғандардың қатарында біздің Алматы мен Қостанай қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушылары да бар екен. Бронзовые медали завоевали наши талантливые ученики из 2 городов – Костанай и Ақтау. Искренне поздравляем наших чемпионов! Бәсекеге толы олимпиадалар 40-тан астам елден келген қатысушылардың басын қосты. Ақтаудағы Назарбаев зияткерлік мектебінде өткен Наурыз мейрамы халықтар достығының үлгісін көрсетті. Представители Азербайджана и Турции приняли участие в этом мероприятии, а в школе открыли азербайджанский уголок и мини-библиотеку. Осы секілді шаралар арадағы мәдени байланысты нығайтып, достыққа шақырады. Во время праздничного мероприятия ученики школы представили постановки, прославляющие национальные традиции, и познакомили гостей с искусством казахского и тюркских народов. В Таразе праздник Наурыз отметили по-особенному. Ученики вместе с родителями и учителями посадили 20 саженцев деревьев на территории школы. Осы игі іске қатысқандардың бәріне алғыс. Қаламыздың келбеті көркейе түсетіні анық. Айтпақшы Аружан, бір үлкен ағаштың өзі күніне 4 адам жұтатын ауаны өндіреді екен. Демек акциямыз баршамызға бірге пайдалы болатын болды. Сейчас в NSIP проходит закрытие первой сетевой олимпиады по искусственному интеллекту среди 10 и 12 классов. Бұл шара цифрлық технология мен машиналық оқуға, тілді бейімдеу мен компьютерлік бейнені сараптауға бейім оқушылардың басын қосқан Наурызда өтетін дәстүрлі кездесулердің бірі болды. Призеры олимпиады получили гранты от ведущих университетов, такие как Назарбаев университет, Астана IT университет, Казахско-Британский технический университет и также AI Academy на курсы по искусственному интеллекту. Наурыз мейрамы осылай ерекше өтті. Добрые дела, дружба, победа – это все делает NAS огромной семьей. Сіздермен бірге болған мен Дәулет және Аружан. Арнамызға жазылып лайк басыңыздар. Встретимся в NAS News. Көріскенше!